Балай бізбіле баняға ма ұйымдастыру керек ше? мынаны өші сосын айтамын. Өшірді. Айта бер. Бәрі жеп қойын деп жатыр. Бәрі жеп қойын деп жатыр, бізге аттанған. Gel bana. Bunu şiveç tarafıymış. Gel. Batmaysınlar. Batsana batmaydı gelsinler dedi. Bugün 7-ші ай. Kişi tuğan günüm oldu dedi. Kеше туған күнді өткіздік. 47 geldi. 47-ге келдік. Аллаға шүкір. Осындай жасқа келгенімізге. Мағоя Россияда. Мағояның достарымен. Мағоя бізге сеніп жіберіп отыр ғой. Ama kelgen sen Qancha vaqt yursin? Bo'ldi. Qay yerga? 9-da шықтық. Арыс қаласына кіріп келдік, Құдай қаласа. Артында қыздар медресе. Нука бар ішінде. Барат Жоқ, Моңғолияда емес, Моңғолия. Сол бір жаңа орыс жігітті алып кетті. Жаңа орыс жігіт бәрін түсінеді екен негізі. Дінді, намазды қалай оқитын, қазір қысқартып оқисың ба дейді. Соны әңгіме айтып келді да. Сонымен екеуміздің әңгімеміз кетті ғой. Уағыз айтып кеткенсің ана орысты. Білем дейді, түсінем дейді. Ішпесем, былай жүрсем, таза жүрсем, нормально. Кейін ішсем вообще. Жолым жабылып. Мен намаз оқып шығып қалсам, зікет жаңа бокалға бір бұрын қиып өсіп жатыр еді. Мен бүйтіп қарап қалған көріп қалдым, тын қояды ғой менен. Ұялып жүр ғой. Человек в маске. Акен нешінші қонақпыз? Екінші шығар, үшінші жарғы ұстаз келді. Жарғы ұстаз келді. Ассалаумағалейкум. İğnelik. Hala 10 mintte dayım balık yedi. Фируза білмеймін, келген жоқтап келді. Шықпайды. Мазақтап жатыр. Не деген саусақтар мынау? Su işle üçün жүреді қазір. Korkma. Su tıkanı ne? Su perisi de koca. Normal git başkan kızım özleri korksunlar ya. Otta çok kötü var. Masa şapayı ben diyeyim. Ot deyip durma. GPS бар ғой? Білмеймін, сол жігіт айтады бір күн дейді да. Өзі жаңағыдегі дейді, қаңғыратын кезі дейді. Үйден шығамыз, балаларға барып қаңғырамыз. Сол круг болып отырдық дейді. Сонымен әңгіме айттық дейді, бір кезде қорқыныш жайлы әңгімелер кетті дейді дәл жерде. Соның алдында мен кетіп бара жатқанда кішкентай балалар мындай кассета бар ғой, айландыратын бұрынғы заман. Сол кассетаны бір-біріне лақтырып ойнап жүрген тұғын дейді да. Соны мен кетіп қалдым дейді. Соны ана балалармен әңгіме айтып кетті, бір қорқынышты бір әңгімелер кетті дейді. Сонымен пысымдап бір өзім үйге қарай қайтып барадым дейді уже. Бір көше бар дейді, соның басында үйім. Анау жерден өзі жарық бар дейді, қараңғы жерге түсіп қалдым дейді. Соны келатырмын дейді пысымдап. Сонымен бір жерде келген кезде уже бір жақындаған кезде артынан біреу дейді, стат дейді. Жай стат дейді біреу. Артына қарауға уже шама жоқ дейді, дәті қорып. Не болса кете беріп кетті. Пырт үзіліп кетті. Кассетаны нелер ленталар байлап кетті.
Kırdım da koymadan atasın. Bir diye ayda dedim aytamadım. Bir gördüm de ayda. Bastım tartı kırık jirge. Doktor. O күні бойы түсіп жатыр ғой бағана апа түсіп жатқан мынау қанша күннен бері судан шықпай жатыр ғой деп бүгін суын толтырады екен кешегі суын тазалап жатыр Балайым бір бәле деді. Мына есікке қарап жатсам қорқынышты екен да. Маған көрініп тұрса болды емес пе қорғаным? Нұрбек не yapıp жүрсің түнде Нұрбек есікті сығалап жүрсің. Anladım bu sefer. Әйелді шақырап айтып Ya түсем деп отырдыңдар ма? Қайдағы Азаны түспейсің ба? иә тұсалдық қой деп па іште тұрып Мен түн азаны ойымдап ақатын түн шығып қалдым ей. қара деген жеп қойып Бәрі жеп қойын деп отыр. Бәрі жеп қойын деп отыр, сізге алып қалғам деп па? қуат мына жаққа келсей Кімет совет бір бөлесін еріп шығып ше бәріміз. Мен жоқ. Бөлесі, туысқаны, Неше дауысты? жібек. бір сурет тұр ғой ана бізде Сен Нұрбектен демей үйленіп алып. Сен де ешкімге көрсеткен жоқсың, иә? отыр екі қыз отыр қандай екі қыз даже білмеймін Сен де барсың ғой жерде? иә менде де бармын ғой Қай жерде ол? білмеймін әйтеуір бір сурет Бар болып тұр. кім Қай қыз ол? Сендер одан кейін жүріп жүрген кезде бәріміз бірге неге бардық қой? Арамыз. Қай жаққа бір жерге тамақ талап бар, сен кім отырды десең кім отыр Абзал, Нұрбек, Қуат бар. қуат бар Иә, Фируза и тағы бір. Ана шақшының қызы ма? бөтен екі қыз бар Былайынан отырды олар. И Фируза да қасында. Сол мынау да білмейді, мен де білмеймін. Қолында темекі бар деп қойсың. Аға енді Абзалдың қолында темекісі бар. Сурет жіберсеңдерші көрейік. Көрейік. Айтамын одан кейін. Ана қыз екен ойнап. Екі қыз бар арасында. танисың сен оны қалау істедің ғой, қойыңыз. Әжелі түскен. Сен үйіне барып ше, қанат екеуіне үйленген сен однокомнатный квартирада ше. Азанға таңға шығып бірақ ассистент тарайды ма Артын жауып жүргенсің ба? кім қызы білмейміз да потому что қуат Ол қыз болып кетесің ба? Просто қыздар келіп отырады. Абзал болса Абзалдың қызы онда ол. Абзал бәрін бейсі жүретін еді. Мен ана класстас қызым қашып кеткен, неге бірақ шыққан ауылынан бірақ қайтып кеткен ғой. Мен Гүме деген жаңа жылда бір класс қызымды алып келген едім. Гүлімжан барады ғой сол кезде. Гүлімжан да бар тұғын. Бәрі дәу не ғой үлкен жігіттер ғой, ана қашып кеткен ғой. Қайтам, отырсайық, ой енді қазір сауал сөйлесіп. біздің үйде Жаңа жылда. Қаратса берейді. Залда отырып қатардан бәріміз айналып билейді. Айналып билейді. Бәріміз диванда отырмыз, қарап отырмыз қанатқа. Сөз Абзалға бір шашын Соны кейін бәрі ұшып жүрген ғой. шаш киіп алып жаңа жылда түрін көрсе Абзалдар бәрі ана түрлі адам ғой. Маған беседі. Яттандай дәу жігіттермен мастық 2004-те үйлендік қой, 2005-те жаңа жылды өткізіп күзде үйлендік қой біз. Сендер майда үйлендіңдер. 2004 Мәсі 2004 декабрь. Қанаттар үйленіп жатыр дейді қанат. Басында қандай қыз алып жатыр білмейміз ғой, сен нешіне үйленіп алған ба? реклама жасап жүрсем деп қойды. Бәріне бар. Қай күні күліп жатырмыз ғой тойда қанаттың туған күні қанат қанша толды десе 3 жаскем елу дедім ба? Тойда сөйтіп күліп жатырмыз ғой, ойла уже елуге келіп қалыпты күйеулеріміз деп. Сөйтіп Жайгерім күледі ғой, сендер мейлі күйеу не жұмыс істейсіз, пенсионер деп. Аяқстар ойлаған жоқ, ана шалға тиіп Бір бай шалдым ба? Бай басына бұраттым. Сурет көрсетпедің бе шалым? Міне шалым. Аяқ шығастағы суретін көрсетші. Жоқ, қазіргі суретте жап-жас қой, жұрттың бәрі қызығады просто. Фируза сразу айтайын, мен қанаттың қызын білмеймін. Мынаның қызын білетінмін, маған шында дейді. Қанатты да естімеймін, қуатты да естімеймін. Бірақ қуатты бір қызып бүйтіп қара жүретін еді.
Мен қанат не қылып жүрді ғой мені. Привет. Үндемей Балайымдарды біз не қылып жүргенбіз, демеп жүргенбіз деп қоясың. бәрі біреуде қыз деп жүрген сияқты да, бір қарасаң бәрі үйленіп алғанда чук 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 чук. Ортаға келсе жаңағыдай отырсыздар қашып. Иә. Кім не қылып жүрді? Бүйтіп қараймын, ұнамай ма қуады. Айнама мұқа шығады. Айнама шығады. Ол сонда кімде тойда айтсақ не қылады? Біздің тойдан кейін бір не болмақ попытка болды иә, бір алып қашуға ма иә? Назималар келді біз. Мағаудың не? Бегер айтып қойдың ғой. Өткен айда берді десе. Ассалаумағалейкум. Салам қалай қайсар аман дейсің ба? Ол қанатпен андай бар, сол дайындап қойып. Сол түсіп көре берді. Мұғалімдер басқа киіммен түсетін еді. Мектеп мұғалімдер кішкене сіздерге керек инабатты. Келіншек апарып тастады. Біреудің тағдырын шешіп келдің ғой. Бақытты болсын. Осы жерде отырасың, пәлен жыл осы жерде кемпір болып шығасың. Деп тастап кеттіңіз. Симаяды ма не? Симайды. Ал сиятын білесіз. Құлататын болсаң шақтың шешіп кете ме? 3,5 мың. Әкел, сразу бересің. Батпайсыңдар, батпайсыңдар. Ана қайық жақындатаса, сөйтіп отыра ма, или отыра ма? Біреу абзал шықса, сосын бәрі. Біреу шығып ал дейді сосын. Абзал шықсын да бәрі тартар. Назима тұр сол ұстап, шетте, ауан тағы. Шығасыз ба? Абзалмен шықты. Ол кейін бәрін абзал тартады. Абзал енді бәрін бір қолынан тартып тұрыңдар, жыбырлай бермей. Абзал шықты. Шаршағадан басып аласың. Да, Лаура айтады. Лаура, сен түрің қашып кетті дейді. Айтып саған балайым. Ұшақтан басайықшы, матрасты. Батпайсың. Кел, Лаура. Тұншығып атқан күшті видеоңыз түсіп қалды. Түсірдің ба? Өмір бақы мен тұншығып атқанын, бір күн билеп атқанымды түсіре жүретін болып бар өздеріне. Назима? Мен же аунағанда ана бауынан ұстап қана жіберді. Жіберген екен, уже батып кететін сияқты болдым да, абзал мені құтқарып қайтадан ұстап аламын. Бәрі не қылып қайтадан ұстап аламын. Анау желеді, как будто мен бір құтқармайтын сияқты болды. Кеше 3 күн той. Мен звонсам и так көтермейсің ғой сен.
Жинар мындар. Айын жей берейін майлап. Қорқыватсың ба? Қазір рұқсат түзет азған жоқ. Кел, әкел. Сұлу қыз. Сиырларға қалдыр десем қалдырмайды ғой. Сиырлар көзі жылай жіберeceğim. Батон тұрғыз жіберіп, әйелін отырғыздық, қанат тұрғыз жіберіп, байды отырғыздық қой. Қайнатып қасымызға отырдық. Қанаттың не сәуле еді. Еті қойып алып 25 жылда бір досымыз үйретіп жанара бардық деп айқайлап айтып жүреміз ғой. өзім Көріп алды. 6-шы тақпайтын бір шуба киіп қайтатын. Ол расы етін десе. Көрмесең де қыстайын десең статусыңды қараңдар. Аяқтар тік тұрып бүгін қызмет жасады. Тағы адам басқа сияқты ғой. Мына жақтағы басқа. Ayağını sezdin mi? Күн ыстықта кім жейді деп ойланып тұрған ғой өзі. Самсан. Ар шай ішейген. Ар қайда? Әлгіз. Қайсар Алматыдан саған келіп өткісіне бір күн болып кететін қатып. Егер келдім деп. Университет бітірген, екеуі мектеп бітірген бәрін шақырыңдар бізді барамыз. Ана Зима сенікі ше тапсырды ма? Иә, балам 115 жинаса мен шақырам, бәрін де шақырам. Гауһар тарсыда бір байқа қал. Мороженое жесең әперем қазірді. Жемеймін деп. Соң. Қайттық бір кезде магазинге келген кезде мороженое әпер. Мороженое деген заправкада да тұр ғой. Жоқ, ана паркке барып жүру керек болып тұр ғой. Әдебекке барып жүру керек болып тұр. Жігіттің кеткеніне 2-3 ақ күн болды. Bir кезде барып мороженое әперді, айқайлап алды да. Мороженое әперді дейді ғой. Маған келсе сендердің барлықтарыңды айтамын деді ғой. Маған өткел көрмегенбіз ғой енді. Көрсетпейтін болды сіздерге. Маған алдап шақырып болдық. Маған тез алдап қалды, қалаға шақыра саламыз өзіміз жеке. Bizkiler mi? Жоқ, біздікілер емес, саған біреулер жүр. Шомылуға ма? бір рет екі рет ескерту береді. Үшіншіде шақыртып, инспекция. Солар келіп әкімшілік штраф қояды. Екеуінде. Мен алдырып тастадым. Мұға хабарласпады. Не амалған. Адамның кöyде айтып отқан жұмыстар барам деп тұрған. Ол бекер жомылып, бекер мінтінде жүр ғой бәлкім. Айтатыны балайымға нағаны сообщение жазырсе сен бүйтпегенде құламай мен ренжідім. Сен кінәлісің деп па? Сен кінәлі. Келмеді ішке. Шардарадамыз бүгін екінші күн. Қуат әңгіме тоқсайын деді ме? Әңгіме таусылды ғой. Көңіл күй жақсы. Демалыс болып жатыр. Сәсін сен істеп қойдың ба деп ғой? Өзі қыстан бері айтып шашып. Тағы жатыр ма не масы? Май жібере береді. Клапан сайлығын ауыстырдан сатқан балдар. Бәрі істеді осыны. Ақырағандай болмады дедім, мен дедім. Пәктер жоқ өтшейін, қызым. Білмеймін, пакет болып бар. Азанға жақсы сыйбар. Асанда қайтамыз. Алып кетейін ба? Кетші бар. Мен билеп жүріп, тойда япаламын, не қаттым. Ойбай, видеоға түсіп. Конфетіміз бәрі бір конфетте жүріп жүр. Кесіп жоқ. Тек алмалап тұр. Иә. Әңгіме әңгіме да бұл, неқса естіп қойса. Ондайларды алмаймын. Үшеу менікі деген. Оптиондан келеді, демалып Жоқ, береді. қойшы, үшеу. Үшеуің билеп жатыр да ғой. Қуат. Билікті деп қойды. Қашан мен бағдарма шында бәлем 2 сағат болды күтіп тұрғанымызда. Сөйтсек Гаухар бүйтіп ойлаған ғой, қасында Гаухар Ақерке билеп жүрген да. Ақерке билеп жүр, спокойно билеп жүре берген да. Ақерке мен қайтам ғой деп ше. Сонда аяқтан барлық Лаураны ойламайды да, тек Ақеркені ойлаған да қасында.
Kelgende nemen kelding? Biz bәріміз бірге келдік қой. Ол келгенде 4 болып келдік. Қайтада 5 болып кеттік уже артымыз. Айгерім бар ғой. Айгеріміз батандарға саз бергенбіз. Сонымен кімдер қанаттар такси жалдап келген екен, 2 адам сияды екен. Мәдинемен кім саз берді? Қарақан? Жоқ, мына Ақеркенді бағдайлап бүйтіп алып шығып келді. Сонда. Кем 10-тағызда? 18-демін. Мен бар катерге ұрғам ғой аяғымда. Кесе бір бала аймақ биледі ғой сындық билей берсіңдерші әдемілеп. Балайым сол билей алмай тұрып қойсам. Балалардың аяғы жазылады, аяғы Мәлік қалай демалды? Ол байызға шақырды. Қайсар екеуі бірге қатысып жүр екен. Оның түнде Айса айтып қойды. Жиырма екі жас нормально ақыл тоқтап әдемі десе сөйтіп. Енді ол кезде үйде отырдық қой бір жылдай. Сөйтіп не қылдық қой. Мәлік жас 22-десің ба? 23-де? 22-де. Ағасы бар алдында. 74-ші. Амал жоқ е. Аласың ба, алмайсың ба дедім. Алам деді. Аласың ба, алмайсың ба дедім. Шай күттім, әлі жоқ. варианттар бар кейде деп Айтып қоям ғой. Сөйтіп март болды. Ақыр аяғында март болды. Bir күндер не кім келді ғой? Мамасы мен ағасы келді ғой. Ойбай аламыз. Жіберме десе, мамам бүйтіп кірген ғой. Ай, аламыз деп жатыр. Бармай-ақ қойсаң қалады жұмысқа деп. Сонда кетем. Ай, сен $200 жұмысқа тұрғызайын деп жатыр қой дейді. $200 деген мынандай ақша ғой өзіміз. Сөйтіп $200 жұмысқа тұрған. Ертең $200 күйіп кетеді. Сен бәрібір ауылға қайтып келесің дейді ана жерде. Ойлана қап кеткенсің ғой. Март болды, алмай түсетін ғой. Март болды, қашан аласың деймін ғой оғанша. Мен бекерге жұмыстан қалдым ғой деймін. Bir күні келді Апрельде. Майда үйленетін болдық, 1 майда деді. Бірінші май күн кетем дегенде 1 май болмай. Сөйтіп 8 май зорға үйленіп қой. Сөйтіп киіп ағам енді 22 жасымда ше. Қай жылы? Апатте күйеуден қап кетерем. 2021 жылы. Ай, 2000. 21. Ойбай, 2001 жылы. Май айында 8 май күн подаркамын ғой мен. Өзім подаркамын ғой. Өмір бақи подарка. Өмір бақи подарка болып кеткен ғой. Сөйтіп жүріп тиіп ағам. Мәлік, рас па? Биыл 24 жыл болады екен. Осы айтқан жоқ па? сәкен үйіне алып кеткен жоқ Сәкен үйінде. рас па Сәкен үйінде Бір де бір сөз өтіп қосқан жоқ қой, Курткама красивка киіп бүйтіп шыққан ғой. Үйге барған үйіне көкетті шешті. Ұзын көйлек киіп қалды. Кейін қайнағаларың үйленді ма? Қайнағамыз кейін 2004-те ма мен уже 2 балалы болғанда үйлендім. қай уақытта келдіңіз азанда бардың ба Сәкен үйіне обедке барған ғой. ерте бармаған жоқсыз далада газ кетем деп қойдым Азанда ерте шыққам ғой. ай кірсей газ кетем мен Қалай? Рұқсат сұрап алмаса қорқады ғой. Жоқ, Сәкенде сондай бір неде үйленген жоқ па я? Сәкенше Майок киіп барған ба? 1 майда аңдап жүрген ғой мен сөйтсем, мынау артынан мынау мен аңдайды да екеуміз. Сөйтіп бұл мені әкетіп қалған ғой. Назираны аңдап жүргенде. Сөйтіп аңдап жүргенде әкетіп қалған. Таппай қалған ғой, ананы бүйтті ше. Сөйтіп бір кезде күйеуге тиіпті деп естідік әйтеуір. Ана көшенің басына ойбай қызың күйеуге тиіпті ғой деп біреу айтып келді. Ойбай деп жүр, қуып барамыз уже аямат атамыз екеуміз. Қызмет үйіне өте алмаймыз ғарға. Білмеймін, өте алмаймыз әйтеуір. Шарипа шығады бүйтіп, әй ол көніп отыр қыз, ұят болады деп. Кімді? Әшем. Дишен 17 жасар ғой. Сөйтіп, көніп отыр. Қайттан қайтамыз аямат атам екеуміз. Қайттан қуып барамыз екеуміз. Сөйтіп шарбақ қой, шарбақтан. Сендер үйленіп қойғасыңдар ма ол кезде? Жоқ, кішкентай болар. Сөйтіп, бір кезде кім шығады? Нүрил әпшем, жеңшем шығады. Ойбай, қыз көніп отыр, ұят болады, барсаңдар деп қойсын. Қайттан. Үшінші мәрте қуып барғанбыз ғой, қуып барып, неғып отырсың, қайқа кеттің деп қалды. Сөйтіп жүрген, дейді ғой, екінші әпшем. Назира десе, біздің абысымыз болады. Абысыны болады. Ол да майок киіп барып, ары қарай. Майокқа барып алып қашып кеткен ғой. Ол көніге не андай. Бажы не қылып. Көніге келетін Назаға бізге сникерс шоколад, сникерс деген күшті еді ғой. Ең қымбат мощный шоколад еді ғой. Әкеледі сол шоколад. Маған береді ғой, мен ұрыс қақпын ғой деді. Ұрсам ғой мен. Жоқ, Назира болмай, тықпайды. Сникерс табасына кетесің ғой. Інім бар, бірақ інім бар тоғыз. Сникерс жеп, қайтадан барасың. Иә, шоколад жеп алайын. Жеп аласың ше, ертеңіне ше.
Ay жылан кетіп бара жатыр дейді астарыңа барып істей салыңдаршы. Жоқ, Қор жейді. сөйтіп күліп ол апам айтады. Соған тұрмысқа шықты ғой қазір 4 бала шаға алып туысқаның жақсы. Жезден бай-бача болған кезде экотажный тамса. Баяғыда біз бәрің барған кезде қыздары Байсекеннің қыздарымын дейтін еді ғой. Нұрбектер күшті біледі ана қуаттаршы. Алматыда үйрететін, Алматыда жүргенде сөйтіп үйрететін. Байсекеннің қыздарымын деп айтыңдар дейтін. Мыналардың бәрі біледі, қайсы Байсекен қалай деп, Байсекен қыздар қалай деп күледі ғой. Әсіресе Нұрбек қатырады ғой. Байсекеннің қыздары қайда деп. Бәрі күшті, жақсы оқыды ғой. Қыздар Жақсы, үлкен қыздар күшті қазір. Экотажный там салып, ой. Ми күшті дейді ана. Иә, Айгүлдің ше. Бәрін алып жүреді ғой. Бәрімізді алып қашпаған, соны ғана алып қашқан ғой. Бәріміз келісіп кеткенбіз. Жоқ. Ұзат болды, той жасап жатыр. Ең кішкентайымыз ғана ұзатылған. Ең кішкентайым 17 жасында ұзатылған. Колледжге түсіргенбіз ғой. Колледжден біреу ғашық болып берсең қолыңнан берсең жоңынан деген екен, амал жоқ. Қазір ешкімді алып қашпайды иә. Алып қашу деген жоқ қалып кетті иә кезінде. Не деп жатсың, ау деп жүрген жоқ қой, деп жүр ғой, тарылдап. Қайсар ғана бәріне көрсетіп қалғандар үндемей таш. Айсақайын ашуланып. Олар айын қалады ғой, көрсетсе айын. Абзалды көрсетті. Қанат үйленіп жатыр дейді да. Абзалды көрсетті. Қыз жоғады ғой деймін. Көмесенден тойланды ғой. Тойда алып кетпекші ме еді? Иә. Тойда алып кетпекші. Неғып көнбедің иә? Ақы тегін білгенде ұрыс қояды. Бәле жылдан кейін Тегінмейсің әлі ұрыс отқан. сонша шашатып бәріміз. Бәріміз шашатып. Жүгіріп артына бәрі жүр. Жаман болды ма десек? Жоқ, класстастар қалай келді? Қайсар Жоқ, танымаймын ғой сені. Қайсар мені шақырған техничный. Ол кезде сені танымаймын ғой мен. Газ билемеген иә. Гаптың ең қанат кесек гаптың гүлі болады Қанат дегендер күледі ғой. Гаптеріміз де күшті ғой. Абзалда тұрғыз. Әсектерді жинап демалуға келгенде демалайық та нормально. 18 жылда өзі шарларға енді кетті. Сен 18 жылда кетірдің, мен 20 жылда кеттім. 25 жылда келіп тұрмын. Бұны да көрттің бе? Иә, бұны да көрді Қайсардың арқасы. Үлгермей қалдым, жайшы тағы. Қайсар ұнақтырды қойса. Таныстырмаппын, мынау Лаура. Апасайын ба? Қазір алам. Мына қуат. Күшті демалыс болды. Мал кешеден шыққан, кешеге күнді еске алу болмайды. Мазақтап өндірмен, ей! Жақсы, әдем, мощный. Оны айтамыз ғой, монтажда болды да, жүзде бізді жексұрын қап қойды қойсыламыз. Мына жақта балық аулайсың деп айту керексің. Жоқ, мынаны өшір сосын айтамын мен. Өшірдім. Айта бер. Экранын бері қарап деп қойшы. Иә. Мақұл ал. Tamam. Хабарласып ма? Жақсы, Маке. Қаладан қатысып қалып кетсеңдер ауылға келіңдер. Каналға шомылып қаласыңдар. 15 күннен кейін су таусылады. Айкен жақсы. Айкен пока де сау болыңыз. Айкен. Пока. Сау болыңыз. Жақсы. Сенікі дұрыс болмады. Сенікі дұрыс болмады. Жақсы Мәлік. Жақсы. Біз былай Сарыағашқа кетеміз, бұлар Түркістанға кетеді. В общем, жолдарымыз екі жақ кетіп отыр. Құдай қаласа. Nerede? Biz? Әбекенді әнекті тұр. Gördün mü? Көрініп тұр. Сен бұлдырап тұр ғой мен. Мына ал. Саңғара жүрекке кетті. Алла жолын білесін алып біз былай кеттік. На светофорға тоқтамайсың да міне? Ойбай. Қанат үйленіп кешейді ол кете берді ғой, сөзіңіз болсын.
самса деген қуанып кетті деп. Айналмалы қозғалыс. Бірінші шыға жол. осы главныймен кете бересің ғой. Жолдан шығыңыз. Шағалалы Шардара. 67 километр тура жүріңіз. Саксагенде өзіңе.